Өздеріңіз білетіндей, Түркістан облыстық Аманат партиясы жыл сайын мәслихат төрағалары мен депутаттардың басын қосып, журналистерге арнап баспасөз жиынын өткізеді. Осы баспасөз мәслихатын өтуіне партияның облыстық филиал төрағасы Алтынсары Дүйсенбекұлы бастамашы болған. Бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Бүгінгі жиынға Сарыағаш, Шардара және Қазығұрт аудандарының төрағалары келіп, бақ өкілдеріне есеп берді. Атқарылған жұмыстарын айтып, сауалдарға жауап берді. Бюджет, оны қалыптастыру, оны іске асыру болса да атқарушы биліктің тікелей міндеті. Біздікі сол халықтың мұң-мұқтажының сол бюджетке кіріп, бірінші кезекте не жұмыстарды атқару керекпіз, бірінші кезекте қай мәселені шешу керекпіз. Енді бюджетте көп білесіздер, көгалдандыру, немесе басқадай көріктендіру деген бюджетте қаржылар көп жұмсалып жатады. Біз соның ішінде бірінші кезекте ауыз су, газдандыру, әлеуметтік нысандардың сапасын арттыру, күрделі жөндеу бар. Сондайға көңіл бөліп, приоритет анықтап депутаттармен әр сессиямыз үлкен талқылаумен өтеді. Әр депутат өзінің сайланған округына байланысты мәселелерді ортаға салып, оны әкімдікке жеткізіп, келіспейтін жерімізді айтып, бірақ ешқандай ол биліктің, атқарушы биліктің қызметіне кедергі келтіру емес, сол кісілерге, ол кісілердің байқамай жүрген елді мекендердегі проблемный шешілуі талап ететін мәселелерді жеткізіп, ақырында ол кісілердің көзін жеткізіп, біргелесіп, соны шешіп жатқан жағдайымыз бар. Халықпен де қалың бұқарамен де тығыз қарым-қатынас орнату атқарушы және өкілді билікке де қажет. Брифинг барысында журналистер тарапынан өкілді орган төрағаларына бірнеше сауалдар қойды. Мәселен, Шардарада бұрын-соңды болмаған су тапшылығы, Сарыағаштағы кәріз жүйесі, Қазығұрт ауданындағы білім саласы жайлы сөз қозғалды. Депутаттарды халық сайлағаннан кейін халық қалаулылары халықтың өтініш тілегін орындау үшін жұмыс жасайтыны анық. Алайда брифингте есеп беретін депутаттардың басым бөлігі өкілді органның жұмысынан қарағанда атқарушы органның жасаған жұмыстарын көп деп айтады. Сілтеме жасайды, мәселе қаржыға байланысты екенін де жасырмайды. Оқу мектеп басталды қазір. Көп жерлерде ближайший полицейский дейді, сондай қойдыру. Көбісі осы басқармаларға тиісті мәселелер ғой. Енді жалпы ауданның біздің ауданның өзінің шеңберін шешіп жатырмыз. Ал енді басқармаға көбінесе басқармаға жолдап жатырмыз қазір. Мысалға келетін болсақ, кеше ана жылы біз білім бөлім жағынан қаржы бөлдіреміз. Стадионға 25 миллион бөлдіреміз. Соның бір мердігер мекемесі 10 миллион қосып алған. Олардың істеген жұмыстарын көрсеңіз, басқа ауылдардың істелген стадиондарға өте ұят нәрсе істеп кеткен. Сол мәселені біз қазір басқармаға көтеріп, қазіргі таңда қосымша қаржы қарастыру үстінде. Сондай мәселе көбісі осы басқармаға байланысты жұмыстар атқарылып сауалдар жолдап жатырмыз. Ауданның өзі шеңберін өзі шешеміз. Биыл 300-ге дейін түсіп кетті, 280-ге дейін ондай бұрын болмаған 500-ден сөймен түспеген. Бірақ ол катастрофа емес, бір жағы қызыл жауып тастайық депті, бізде ақсақалдарымыз бар, көксақалдарымыз бар, қалай жиындар өткізді, Қызылордадағы ағайында тура сіз ұқсаған Қазақстан азаматы. Олар да диқан. Сіз енді төбеден алып тұрсыздағыны ояға бермей қояқ дейтін, бұл сіздің суыңыз емес, елдің суы, Қазақстанның суы, сатып әкелген мемлекет. Ары қарап қалай беретінге береді, реттейді. Главный біз алатырмыз ғой, диқандарымыз, іштіңіздер бәріңіз. Ал енді ауыз суды қаланың өкімет көмектесіп жатыр, техника берді, қаржы берді, жариялады. Оны да шешті, сабыр етіп, ол анандай алауыздық болмайды. Қызылордаға жапсақ, мына су жиналады деген. Ояқтағы диқанға да су беру керек.
Мәселен, Қазығұрт аудандық мәслихатының 8-ші шақырылымында 17 депутат өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда. Мәслихатта 4 тұрақты комиссия жұмыс істейді. Мәслихат қызметінің негізгі нысаны сессия болғандықтан, бүгінге дейін ауданда 9 отырыс өткізілген, 3-і кезекті, 6 сессия кезектен тыс. Жалпы 48 шешім қабылданған. Бұл шешімдердің барлығы да ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына, халықтың әл-ауқаты мен тұрмыс жағдайын көтеруге бағытталған шешімдер. Жұмыс жасалған қамның белгісі ретінде депутаттардың атынан 83 сауалнама түскен. Оның дерлігі басым бөлігі шешімін тауып отыр, және де қалғаны осы жұмыс жасалу үстінде. Оған дәлел ретінде мен сізге келтіре кетсем, мысалға ардагерлерімізді ұлықтау қарияларымызды сол мақсатында жаңағы Атқарылып жатқан жұмыста бар, проблема да жеткілікті. Жиын соңында Шардара аудандық мәслихат төрағасы Бұлтбай Леспекұлына өкілді орган төрағасы ретінде өз жұмысын қаншалықты атқарып жүргенін сұрап көрдік. Сіздер Шардарада жаңа бірнеше сұрақтар көтерілді. Енді жалпы оған мәслихаттың ықпалы қандай деп сұрамай-ақ қояйыншы, енді жалпы былайша айналып келгенде түсінікті болып, сіз осы өкілді органның төрағасы ретінде қазіргі таңда өзіңізге лайықты жұмыс жасап жатырмын деп ойлайсыз ба? Оған менің сөзіме дәлел болу үшін сіз анау 15 депутаттан сұрауыңыз керек. Төрағаларыңыздың жұмысы лайықты деп ойлайсыздар ма десем, мен өзім ойлаймын. Олар қандай жауап айтады білесіздер.